бүркіт шамамен 70 жыл өмір сүреді. Алайда ол осы жасқа келгенге дейін өмірінде өте бір қиын кезеңді бастан өткізеді. Ол 40 жасқа толған кезде болады екен. Қылыштай қылшылдаған тырнақтары бұрынғыдай жемтігін бүріп ұстайтын қауқарынан айырыла бастайды. Ал қара тасты қақ жаратын тұмсығының өткірлігі жоғалып, иіліп, майысып қалады. Бұл екеуі оның негізгі тіршілік құралы. Қанаттары болса ауырлап, өзіне жүк болады. Ұшу бұрынғыдай емес, енді нағыз азаптың өзіне айнала бастайды. Яғни адамдардың да қарны шығып, өз денесі өзіне жүк болатын кезіне ұқсайды. Осы бір қиындықтан арылып, қайта түлеп, қуатын қайтарып дұрыс өмір сүру үшін қиын кезеңді бастан өткеру керек. Немесе осы күйінде өлуге тура келеді. Бұл кезең 150 күнге созылады екен. Сөйтіп ол ұшар таудың басындағы ұясына жетіп алған соң, біріншіден майысып қалған тұмсығын тас қорып сындырады. Кейін тұмсығы қайта өсіп шыққанға дейін күтеді. Екіншіден тұмсығы өсіп шыққан соң тырнақтарын сындырады. Кейін тырнақтары өсіп шыққанға дейін тағы күтеді. Үшіншіден тырнақтары өскеннен кейін қанаттарының қауырсындарын түгел жұлады. Осы бір азапты кезең өткенге дейін барлығы 5 ай уақыт керек екен. Осыдан кейін 40-тың қырқасына шыққан қыран-құс жаңадан қанаты қатқан бала бүркіт сияқты аспанға самғап ұша жөнеледі. Міне осылайша тағы 30 жыл өмір сүруге мүмкіндік алады екен. Осыны үйреткен Алла неткенше береді. Ал ақылы бар адам баласы ше. Жақсылыққа қарай өзгеру керек екенін білсек те, адамға тән шешім қабылдап әрекет етуден ерінеміз. Нәпсі, шайтан тағы басқа сылтауды айтамыз. Алла біздің осындай әлсіздігімізді біліп, шайтандарды шынжырлап, адамдар есін жиып алсын деп Рамазан деген маусымды нәсіп етті. Рамазанда өзгеріп, қайта түлемеген мұсылман енді қашан түлемек? Кейбір 40 жаста алқымдап қалған кісілер болса, біз болдық, енді бізден пайда жоқ деп, күрессіз нәпсіге беріліп күрсініп отырады. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 40 жасқа келгенде пайғамбар атанып, өмірлік миссиясын атқаруға кіріскен жоқ па? Олай болса, біздікі не тәйір?